Тақырыптар бойынша гид. Гидті іске қосу үшін гидтер мәзіріне кіріп, тақырыптар бойынша гид таңдаңыз. Жаңа қойынды ашылады. Мен оны экранның оң жағына жылжытамын. Тақырыптар бойынша гид энциклопедия секілді ресурстарды іздеуге мүмкіндік береді. Кітапханамда тип бойынша фильтрмен энциклопедия таңдасам, 6 энциклопедияны көремін. Бірақ біреуі ғана жүктелген. Мен компьютер белгішесінен көремін. Сондықтан, егер мен тақырыптар бойынша гидте сұрау жасасам, мен жергілікті жүктелген энциклопедиядан нәтижелерді көремін. Мен басқа энциклопедияны жүктей аламын. Мен Ньюстром сөздігін таңдаймын. Сөздік жүктелгеннен кейін, мен тақырыптар бойынша гидке қайта кіре аламын. Және мен қайтадан сұрауымды қоя аламын. Мен көремін. Нәтижелер саны көбейді. Мен ұнаған мақаланы аша аламын. Мақала жаңа қойынды да ашылады. Мен осы мақаланы зерттеуді жалғастыра аламын. Энциклопедия библиялық сілтемелерді қолдайды. Оларды оқу үшін курсорды жылжыту керек. Немесе басып, Библияның жаңа қойындысында ашамын. Сондықтан тақырыптар бойынша гид энциклопедияларда іздеуге мүмкіндік береді.